бірде. Осы жақта отырғаныңызға қанша уақыт болды? 1 жыл оны. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 190 бабының 3-ші бөлігімен 3,5 жылға сотталдым. Қазір соны 2 жылдан отырдым. Ол кезде неше жаста болды толық жасыңыз? 19-да. Немен айналысып жүрдіңіз сол кезде? Жұмыс жоқтық қой сол. Ойын, балдармен қыдыру, ата-ананың тілін тыңдамау, өзім білем, өстім ғой мен деп. Сіз 11 класты бітірдіңіз бе? 11 жас бітірдім, иә. Толық отбасыдан шықтыңыз ба? Әкем жоқ. Қайтыс болды. Қайтыс болған. Үйде неше бала едіңіз? Вообще үшеуі, менен кейін 2 қарындас. Сіз үйдің үлкенісіз. 11 класты бітіргеннен кейін алға қойған ешқандай мақсат болмады ма? Талпыныс жасамадыңыз Мақсат ба? болды. Мақсатым менің Алматыдағы жүрген университетіне түсу болды. Қандай мамандықты армандадыңыз? Актерсі, режиссерсі, кино саласында жалпы. Бірақ енді соған түсу үшін қаражат та керек болды. Өзім жұмыс істеу керек болды. Енді мен жастайымнан жұмыс істеген жоқпын. Анамның мәпелегенмен өзі солай өскен адаммын. 10 жастан кейін сол өзім жұмыс істеймін деп солай алаяқтыққа кетіп қалдым. БОТ тапсырдыңыз. Тапсырдым, бәріне өттім. Әрі қарата енді ақшалай финансовый проблема ғой. Платныйға түсу үшін да? Ары қарай. Керек болды ақша. Сол үйдегілерге айтпай-ақ қояйын. Анам жалғыз, оған қинамай-ақ қояйын деп өзім бірдеме қылып шешермін деп солай осындай жағдай тап болдым. Мамандыққа қызығушылық қайдан тап болды сізде? Интернетке телефон бәрі дамыған кез ғой, социальный сеть, әлеуметтік желі. Видео көресің, Инстаграмнан. Былай айтқанда, ауырдың астымен жеңілдің үстімен ғой. Сөйтіп, дым қиналмай сөйтіп. Кино саласында өзінің қиыншылықтары бар ғой, бірақ ондай қара жұмыс істеп қиналмай ақша тауып жатыр ғой деп мен соған қызығып. Бірақ өзіңізде бір қабілет болды ма сол жолға түсу үшін? Сізде бір мектепте жүргенде бір сахналарға шыққан шығарсыз. Жаңағы қуыршақ үйірмелеріне, театр үйірмелеріне. Мектептегі кездегі ол. Көпшіліктің алдына шығып, өз өнеріңізді көрсеткен кезде ұялу, қысылу сезімдер болды ма? Жоқ, ондай болған. Бастапқыда болды, бастап жүрген кезде. Одан кейін ұялудым болған жоқ. Тойда да жүрдім 4 жыл. Сіз ешқандай қаражат тапқан жоқпын дейсіз, сонда сіз тойда жүргенде өзіңіз үшін жұмыс жасап? Тойда жаңағыдай ғой, бір күндік ақша ғой. Иә, бірақ ай сайын емес. тауып үйрендіңіз ғой уже өзіңізге, иә? Таныс емес тойға ортаға кіріп кетіп, бір өнерін көрсетіп, аз да болса бір өзіңе қажетті қаражатты алып шығу, мысалы кез келген адам қолынан келмейді. Сіздің қолыңыздан келді, иә? Сіздің сондай бір жетістігіңіз болды сол кезде. Қасыңызда бірге шығып жүрген адамдар болды ма сол кезде? Қуыршақ театрында ойнағанда? Болды ғой, бірақ олармен уақыт өте келе уже қалай береді ғой адамдар. Жаңағыдай мен уже ойын құмарлығы сондай басталды. Енді ақша болды, ақша жетпейді. Осылай көрдім мен жаңағы рекламаға шығады, жаңағы әлеуметтік желіде. Мынандай ойын, осылай 300 000 теңге салдым, 500 000 теңге ұттым деген сияқты. Сондайлар уже қызығушылық бастайды. Ақша жетпеген соң мен тойға шығамын, 50 000 теңге аламын. Әр кезде әртүрлі ғой, ол жақта ограничение де жоқ. Сондай тапқан ақшам ол көтеріп алайын, жеңілдеу болып. Солай уже жинаймын деп, одан кейін жаңағы ақша болмай қалады кейде, той бірде бар, бірде жоқ нәрсе. Ақша болмаған соң анадан қарызға сұрайсың, мынадан қарызға сұрайсың. Уже жайлап бетке сіңіп бастады, қалай алаяқ болып кеткенін өзім байқамай қалдым. Тойға кіріп кетуіңіз қалай басталып кетті сонда? Таныстардың тойында ғой, бүйтіп. Енді таныстардың тойында өз ұялмайсың, не істемейсің. Кішкентай кезде мама бір ортаға шығарып, мына жақта билеп берші, мына жақта айтып көрші деп сөйтіп істеді. Одан кейін енді кішкентай таныстардың тойы, намайын бүкіл адам танитын болсын, ақша салады, не істейді. Одан кейін кішкентайсың, баласың, мәзсің оған. Одан кейін сосын ой келді. Мен араласып көрейін осындай адамдармен қалай болады, менде қабілет бар ғой деп. Қиналмай табуға болады ғой дедім. Қолымнан келетін нәрсе. Солай көрейін, дәл осыны дамытып, әрі қарата оқу орнына түсіп, солай не істеймін дедім. Бірақ онымен өзім футбол ұнататын адам. Футбол ойнағаннан кейін бүкіл жерде ставканың рекламалары тұрады. Соны көресің, мүмкін көрейін, мен футбол қараймын ғой. Может, где-то түсінемін ғой футболда. Қалай болады екен, былай болады шығар, анау мынау. Уже соған кіргеннен кейін ол ортаға қалай келгенде өзім байқамай қалдым. Адамдармен қалай араласып кеттім сол ортада. Өзімнің достарым деп жүрген адамдардың бәрі қалды. Тойға да жаңағыдай асығып барып, тек ақша алып кетсем болды, мына жаққа барып шығаруға керек уже. Оқу орнына түсу үшін ақша керек болды, үлкен қаражат керек болды. Мен оны тойда 2 айдың ішінде таба алмаймын. Ол мүмкін емес нәрсе болды. Сол үшін мен ойладым, ладно, бүгін мына тойдан аламын, 50 000 теңге, оны құрсын бір 2 күнде мындай ақша көтеріп аламын ғой. Сондай ой менде ұтылып жатырмын, беріп жатырмын, ол ақша кетіп жатыр. Ондай есеп беру өзіңізде болған жоқ та? Өзіме сол удобный вариант болды. Мен азартник емеспін, мен алаяқ емеспін. Мен просто оқуға түсу үшін ақша жинап, өзім солай алдап жүрдім. Өзімнің осы неге кетіп қалғанымды, бір жолға өзімді алдағанымды, өзіммен қоймай басқа адамдарды алдағанымды осы жаза өтеу орнына келіп түсіндім.
оған дейін түсінбедім. Айтады ғой, адам қолда бар алтынның қадірін біл дейді ғой, сол сияқты мен қолда бар алтын менде бәрі болды. Ата анам, қарындасым, отбасы, ол оқу болмағанда басқа оқу орнына тапсыруға да болады. Бостандыққа шыққаннан кейін, осы қол аяғыңыз еркіндікке шыққаннан кейін қалай ойлайсыз өзіңіз? Өзіме өзім күшім жетіп? Айтады ғой, ең мықты адам, даже ең мықты күрескер адам, борец адам, боксерді ол нәпсісіне жеңе алмаған. Ешкім нәпсісіне жеңе алмаған дейді. Мен білмеймін, шынымен. Мен мына жерде төрт қапастың ішінде қамалып отқаннан кейін, жаңағы өзім айтқан аяқ қолым байлап отқаннан кейін отырмын осы жерде. Ештеме жоқ, ешқандай не жоқ. Ал шыққан соң мен оны айта алмаймын. Мен өзім осы жерде сөз бердім өз-өзіме, жігіт ретінде былай шығам, ешқандай арам ақша оңай келіп кететін ондай жоқ. Ата-анама да сөз бердім. Шығам, сіздердің қаулыларыңызбен өмір сүремін. Қандай жұмыс істейсіңдер, сол жұмыс. Хоть грузчик болсын, хоть разнорабочий болсын. Ешқандай не тартынбайын өзім ата-анама сөз бергенмін. Былай айтсам, мына жерге келген адамға әр адам осы жерден сабақ алып кету керек қой. Мен мына жерде ата-анамның қадірін, қарындастарымның, үйімнің даже өзім жататын қара үйім айтады ғой, өз шаңырағым өлең көсеуім. Қара шаңырағымыз. Сол қара шаңырақта жаяу болса да бүйтіп көшеде аралап жүру мен үшін жеткілікті. Мықты, өте ыстық нәрсе мен үшін. Соны енді бер жаққа шыққан соң бағалау мен қазіргі алдыға қойған мақсатым сол. Менен кейін енді екі қарындасым, мен үйдің жалғыз ұлымын. Менен кейін ұл да жоқ, ладно құрсын, мен осылай кетсем де менен кейін інім бар ғой, ата-анама қарайтын, анама қарай жалғыз ана мені өсірді деп. Ол менен кейін іні де жоқ, мен ер адам ретінде анам алдында парызым ғой. Әкеңіздің орнында да. Әкеңіз айтып отырсыз қайтыс болып қалды деп. Неше жасыңызда қайтыс болды? 6 жасымда. 6 жастан бері сіз өзіңіз әкесіз өсіп келе жатсыз. Енді жаңа өзіңіз айтқандай, әкенің орнына қарындастарға орнын басу үшін және өзіңіз де үйдегі жалғыз ер адам ретінде сіз сол барлық жауапкершілікті алып шығуыңыз керек. Әрине. Қарындастарыңыз нешеде? Мектепте оқып жатыр ма? Біреуі оқу орнында оқып жатыр, екіншісі мектепте оқып жатыр. Қандай мамандыққа түсті қарындасыңыз? Заңгер. Қалай ойлайсыз, заңгерге түсуге сіз себеп болды деп ойлайсыз? Бірінші очередь сол мен ғой. Мен, например, адамдар арыз жазды дегенде сотқа дейін. Ол кезде ата-анам бәрі сұрап жүрді, оқуға және оқу жағдайың қалай болып жатыр. Мен мамаға айтатын, мама, мен үлкен баламын, ер жеттім, өзім білем. Араласпаңдар менің шаруама, өзім шешем, өзім білем. Солай басталды. Ақыр аяғында мен үшін жүгірген кім? Сол қарындастарым мен ата-анам. Олар да енді бүйтіп айтпаймын, прям о, заңды бәрі күшті біледі деген сияқты. Мен өзім заңдық мына жаққа келіп білдім. 190 бап жаңа алаяқтық екен бәрі. Олар да енді алдағы уақытта кім болса да өз баласы үшін уайымдайды ғой. Өзінің даже інілері, например, анасы болсын, отбасы үшін әр адам уайымдайды, алаңдайды. Сол үшін қарындасым да сол заңгерге түскен ғой. Хотя где-то осымен жұмыс істемесем де біліп жүрейін, керек болады ғой. Енді жаңа алаяқтық жолға сол себеппен отырсыз ғой осы жерде. Сол қылмыспен отырсыз. Ұтыс ойындарға тіктіңіз да, ставка тіктіңіз. Сол жерлерде енді қаншалықты суммаға дейін, ең көп сумма жіберген суммаңыз қаншалықты болды? Мен ондайға кіріп те үлгерген жоқпын, үлкен сумма ондай. Если менің қолымда бар болса, мен кіріп кетер едім ол жерде. Мен айтайын. Мен атымды даже жас болғанда мен атымда өзім үйімде болған жоқ, машинам да болған жоқ. Мен білмеймін ғой, ол кезде менің қолымда болса, ол кезде мен адам айтады ғой андай. Уже сол ойымда мен тез азарт болды. Мен оны даже жаңағыдай өзіме принцип қойып алдым, что оқуға түсу үшін деген сияқты. Ал бірақ на самом деле өзім жан рахат үшін істеп жүрдім. Солай мен білмеймін, күнделікті ісім сияқты болып кетті ме, сондай түрлі. Менің ең көп салып көргенім 150-200 мың теңге былай айтқанда. Ең көп шығынды есептегенде сонда қанша шығынға дейін бардыңыз? Қанша уақыт? 7 миллион 5 миллионға дейін кетті. 7 миллион 5 миллионға дейін сізден шығын шықты. 7 миллион 5 миллионға дейін сіз сол аралықта. Осы аралықта ойынға, ұтысқа жібердіңіз. Мен ол ақшаға былай қарап отырса 4 жыл оқуым бар, 4 жыл оқуымды төлеп. Солға жаңа қайттан оралсақ, мысалы сізде тек қана бір өзіңізді алдамшы жаңағыда жоспар болды деп айтып отырсыз. Мен оқуға түсуім керек, мама. Ал сіз оны 2 есе оқып шығатындай сіз қолыңызда ақша болды. Бірақ сіз өзіңіздің жаңа айтқандай нәпсіңізді тия алмай, айналып келгенде жан рахат үшін, жаңа өзіңіз айтқандай өзіңізге қолайлы жағын іздеп, соған қайтып бара бердіңіз. Енді сіз мына 5 миллион, 7 миллион деген аз ақша емес қой. Әрине. Аз ақша емес. Сіз оның бәрін мысалы қайдан алып салдыңыз? 5 миллион қанша уақыт ойнадыңыз сіз? 1 жылдың көлемінде, 1 жылға жетпейді дәрі. Жарты жыл, примерно 7 ай сондай уақытта. Айттым ғой, тойға барған деген уже ортаң үлкейеді. Тамадаң бар, музыкантың бар, фото, видеоң бар, билейтін адамдар бар.
көресің, сөйлесесің, араласып бастайсың. Ол тойда жүрген адамда ақша болады, оны білеміз өзіміз. Одан кейін анаған барасың, аға или брат, маған ақша бере тұршы, 200 мың теңге, келесі тойдан қайтарып беремін. Одан кейін басқасына барасың, ол ақшаны алып жүремін, жаңағы ойынға салып жүремін, ойыннан жоқ, ешқандай ақша жоқ. Одан кейін бір музыкантқа хабарласамын, бауырым, маған ақша керек болып тұрады, осындай уақытқа дейін бере тұршы, ертеңгісін тойдан қайтарып беремін. 100 мың теңге, болмаса 50 мың теңге, әр адамнан алып солай. Өзім айтқанда, қалай қора кіріп кеткен білмей қалдым ғой. Алып жатсыз да адамдардан. Сіз сонда айтып отырсыз, 1 жылға дейін де жеткен жоқ деп отырсыз да? 1 жылға дейін жеткен жоқ менің жаңа ойынды ойнағаныма, бірақ сол 1 жылға жетпейтін уақытта сіз жаңағыдай сумманы жіберіп тұрсыз, 5 миллион мен 7 миллионды. Ал біз қарапайым мысалдай тура жолда жүргенде 1 жылдың ішінде қарапайым бір айлықпен 5 миллион 7 миллион таппаймыз. Таба алмайды. Ондай айлықпен жұмыс жасап 1 жылға жетпей 5 миллион 7 миллион жинап алып жатқан ондай адамдар аз. Қарапайым халықтың айлығымен олай жинай алмайды. Ал сіз бұлай жолда жинай алмайды дегеннің өзінде сіз мысалдай 1 жылға жетпей 5 миллион 7 миллионды жинап алып тұрсыз. Болды сізде сол ақша. Болды. Иә, бірақ салып тастадыңыз бәрін. Яғни сізде мүмкіндік болды ақша табуға. Оқуға да, жоғары оқу орнын алып шығуға да, жаңа өзіңіз айтқандай, сіз қалаған мамандық иесін алып шығуға мүмкіндік болды. Мүмкіндікті берді ғой. Өзім дұрыс пайдалану керек мүмкіндік. Ең соңғы осы алаяқтыққа келген кезде бір шағым түсірді ма? Не болды? Шағым түсіргенде былай болды. Жаңа тойда жүрмін, ақша керек, например, или адамдар ақша жоқ десе, онда брат фотоаппаратымды бере тұршы, мен фотоға түсіріп қайтайын, видеоға түсіріп қайтайын, мына жақта бір тапса шығып тұрады, бұл жақта ақша алып алайын. Сенің фотоаппаратын жалға алған ақшаны беремін, 5 мың теңге, 10 мың теңгені беремін. Фотоаппаратын алам адамның, ломбардқа салып кетемін, ломбардтан ақша алып, жаңа ойынға саламын. Ойыннан сөйтіп қадалып болғаннан кейін басқа біреудің фотоаппаратын алу керек болды. Оны шығарайын деп басқасын алу керек. Или біреудің жаңа музыка қосатын пульті бар ғой, соны алу керек. Бағалы дүние бар, қымбат дүние. Соны алып солай, одан кейін алып болған кездерде болды, қайтарып берген уақытында. Или ала алмай қалып солай, 2 фотоаппарат алынбай қалды. Олар хабарласқан, маған хабарласты, мен айттым, шамалы 2-3 күнге керек болып жатыр, үлкен түсірілім болып жатыр мына жақта деп. Өтірік айтып жүрдіңіз. Өтірік айттым, алаяқ айттым ғой. Мен ойынға келгелі уже алаяқ болып бастадым. Мен даже үйдегілерді алдаймын. Олар менде енді айтады ғой, бірде бересің, бірде аласың деген сияқты. Ол жақта алатын кездер де болды ойыннан. Алып жүрген кезде үйдегілер сұрайды, мынау қай жақтан келген ақша, мынау нағылған батпан құйрық деп. Мен айтамын, осылай тойдан бір күнде шыққан ақшам, или 2 күнде алдым, ана жақтан мына жақтан жүріп алдым деп. Иә дейді. Мен ол кезде уже отбасымды алдап бастадым. Өзімді алдадым, жаңа қасымдағы адамдарды алдадым. Одан кейін маған хабарласты, мен айттым, уақытын создырдым. Олар білмеймін қалай білгенін, бірақ фотоаппарат ломбардта екенін біліп қойды. Кім біліп қойды? Сол жаңа хозяиндар, фотоаппарат иелері. Одан кейін үстіме шағым түсірді. Бәрін уақытылы қойып бердім. Тек біреуі ғана қойылмай қалды, себебі ол сатылым шығып кеткен болды. Уақыты өтіп кетіп. Ломбардқа бір фотоаппарат тапсырғанда қанша аласыз қолыңызға? 120 мың теңге. Ол да аз ақша емес, яғни сіз біліп тұрсыз фотоаппаратта қаншалықты бағалы зат екенін. Айттым ғой, мен дос адам араласатын ортам сол. Фото, видео, тамада, музыканттар, олардың бір адам қойған көрдім. Мен айттым, болады екен ғой, мынау бағалы дүние ғой, алады ғой ақшаға. Солай қойып бастадым, болмақта адамдарды алдап жолдым. Негізгі сатып алғанда фотоаппараттың құны 500 мыңнан жоғары. 500 мыңнан жоғары. Маған шағым түсірді, жаңағы тергеушілер, оперлер хабарласты, үйге келді, осылай үстіңе шағым түсті деді. Жарайды, алып кетті мені, тергеу жүргізді. Тергеудің кезінде сұрады, фотоаппарат қаяқта, өзіңде ма или сатып жібердің ба деп. Мен айтпай тұрдым, мен айтамын, басында мойындамадым ғой. Жоқ, білмеймін, мен ойладым ки алып беремін, ақша тауып аламын бұған. Сонымен шешіле қояды бәрі. Жаңа иесіне қайтарып беремін, ол сол жерден арызын қайттан қайтарып алады, шешіліп кетеді деп. Олар сол жерден тергеушілер менімен сөйлесті. Егер қазір ломбард дейтін шыққан, бәрі сол жаққа заттар тапсырып жатыр. Егер сен де сол жаққа қойып тастаған болсаң, айт деді. Біз ешқандай ақша төлемей сол жерден алып береміз деді. Изымать етіп аламыз деді товарды. Ал бірақ олар товарды, фотоаппаратты алады, например, сатылымы 500 мың теңге шығып қалады ломбард. Менен 120 мың теңге қабылдайды. Ал егер мен сатып алатын болсам, 500 мың теңге беруім керек. Менде ондай ақша жоқ, қаражат. Олар өз ценасымен, өз бағасымен қайтадан сатып алып берді маған. Солай иелеріне қайтарып бердім, бірақ уже
бірі фотоаппарат, екі фотоаппарат, үшінші фотоаппарат алынбай қалды, ол сатылымға шығып кетті жаңағы. Сосын осылай 190-шы баппен сотталдым. Үшінші фотоаппарат алынбай қалған фотоаппарат, енді оның ақшасын өтедіңіз бе сіз? Өтедім, осы жақта жүріп, және анама рахмет, олар бостандықта жүріп жұмыс істеп, әйтеуір не болса да осы балама болсын деп әкеліп өтеп төледі. Қанша теңге көлемінде өтеп бердіңіз? 980 мың. 980 мың қылып қайтардыңыз. Қанша уақыт аралығында өтеп беруге сізге мүмкіндік берілді? Өтеп бергенде мен сотталдым. Менің мойнымда ол қарыз ретінде ілініп тұрады. Ілініп қалады, иә. Ол мен даже 3 жылдың ішінде өтеп үлгермесем де, ол шыққан кезде менің өмірім кедергі. Бүкіл жерге барсам, мойнында қарыз бар, мойнында қарыз бар, мойнында қарыз бар. Және мына жақтан соттан өту үшін де ол қарызды төлемей соттан жібермейді. Сол себепті үйдегі мен мына жақта ақылы жұмыс істеп жатырмын. Сол ақшамнан төледім. Үйдегілердің қандай термен тапқан ақшаларынан алып төлеп отты. Солай құтылдық. Сөйтіп қанша уақытта құтылдыңыз ол 980 мыңнан? 1 жыл 7 айда. Мамаңыз қайда жұмыс жасайтын еді? Повар. Аспаздық, иә? Бұрыннан сол сіздердің қастарыңызда жүргенде сол аспаздықпен айналысып жүрді да? Яғни сіздерде үйде былай айтқанда енді аспаздықты жолда жүрген ата-ананың үйінде тамақ, ондайда сіз ешқандай не болған жоқсыз, қиындық көрген жоқсыз ба? Сіз енді сол тапқан ақшаңыздан үйге беріп тұрдым деп жатсыз да жаңа. Қанша теңге көлемінде әкеліп жүрдіңіз үйге? Айтсам күлкілі ғой. Мен қанша теңге? Бір магазинге барып 2 пакет продукт алуға жетті. Мен қалтамда жүрді ақша. Мен енді ана болған соң баласына уайымдайды. Мен кешке келемін тойдан. Ашып қарайды. Мынау алған ақша, қаяқтан келген ақша. Сондай сұрақтар болады. Қалтаңызда тұрды сол ақша? Қалтамда тұрды. Соны көріп айтып жүрді да, мен сізді мынау не алған батпан құйрық деп та. Бірақ насам сол ақшаны берген жоқсыз үйге. Мен айттым ғой жаңа. Сомасын айтсам күлкілі болады, берген ақшаларымды айтсам. Мынау маған әрі қарата керек, анандай алу керек, мынандай алу керек деп. Сіз яғни өзім қажеттілігіме қажет деп анаңызға берген жоқсыз, анаңыз да сізге таласып, жоқ маған бер ол ақшаны деп көріп тұрып, ондай сізге таласып, ондай ештеңе айтқан жоқ. Өзіңіздің қалтаңызда қомақты қанша? 500 мыңға дейін ғой. Өтірікшінің 40 айласы табылады деді. Ана жерде бір өтірік әңгімені тауып, айтамын, или мынадан кредитім бар еді, мынадан алған ақшам болды, или қазір мен мынандай аппарат алуым керек, болмаса мынандай киім алуым керек, или жаңа оқуды сылтау болып жүрдім ғой. Оқуға төлеу керек, беру керек деп. Солай құтылып кетіп жүрдім ғой. Сонымен құтылдыңыз. Бірақ үйге берген сонда 2 пакет продуктіге жетпесе, ол бір рет 5-10 мың теңге беріп жүрдіңіз ба тек? Әрине. Жалпы достарыңыз болды ма, араласып жүрген? Болды, қазір бірақ ешқайсысы. Ешқайсысымен хабарласпаймын да. Басында іздеген, қайда кетті? Жоқ кетті, хабарсыз кетті ғой деп. Түрмеге түскенін естіді олар. Кішкентай қалада тұрып жатқаннан кейін, одан кейін ешқайсымен хабарласқан жоқпын. Кездесуге кім келіп тұрады сізге? Ата-анам, қарындасым. Осы жақта жүріп жұмыс жасап, айлығымнан өтедім дейсіз, қандай жұмыс жасадыңыз? Мекеменің берген жұмыстары ғой. Ойыңыз бос кезде не ойлап, немен айналысасыз? Ойлайтын нәрсе көп ойлай берсең. Иә. Ойланып, ойға шомылып, былай айтады ғой. Болмайтын нәрсені бостамаса армандаған болған. Мен дәріс. Бұйырса, Алла қаласа енді сот болып өтіп кетіп, шығып кетіп жатсам, сол уақытта да ойлауға уақытым жетеді ғой. Былай ойлағанда ата-анам ойлаймын, істеп жатыр, аман ба екен, тамақтары жоқ екен, ақшаларын тауып жүр ме екен. Одан басқа арсы ой жоқ менде. Жүрегіме бататын сол. Анам қасында емеспін, көмектесе алмаймын. Кеш түсіндім бәрін. Шыққаннан кейін де ертең өзіңіздің жоспарыңыз ата-анам қасында болып, неғұрлым уақытым көп болса, соғұрлым солардың қасында уақыт өткіземін. Осы бостандықта жүргенде анау досым, мынау досым, мынау танысым, анау танысым деп солардың қастарында уақыт өткізіп, үйден жырақта, например, солармен бірге 24 сағат болса, 24 сағаттың 18 сағатын, 16 сағатын, или даже 12 сағатын, 20 сағатын солардың қасында өткізетін. Мен сол үшін өкінемін, болды. Ата-анам қасында көп бола алмадым. Көп көңіл аудара алмадым олай. Қолымда бар нәрсені бере алмадым. Енді соның бәрінің орнын толтырып, болашақта бәрін орнына қойып, жаңа өзіңіз айтқандай, ер азамат екі сөйлемейді. Әрине. Сол жолды ұстанамыз. Енді сіз үйде жүрсіз, сол кездерде басқа тағы қандай жаңағыдай сахнаға шығып, өнер көрсетуден басқа не затқа қызықтыңыз? Футбол ғой. Тек оны көруге қызықтыңыз да? Көру, ойнау. Ойнауға барып жүрдіңіз ба? Әрине. Аптасына 3 рет. Қайда? Ақша төлеп баратын жер ма? Ақша төлеп баратын жерлер бар, арендаға беріледі, жалға берілетін. Және қазір Ақтөбе үлкен ғой, әр жерде
площадкалар Мгм, ойын мгм. газондар бар. Сол жерге балдармен жиналып аптасына 3 рет кездесіп ойнап тұрдық. Мен де айтып тұрмын ғой, мен былай жүргенде өз-өзім байқамадым, ең бақытты адам өзім болған ғой. Бүкіл нәрсе болды қолымда. Мені құрметтейтін қарындастарым да, жақсы көретін ата анам да, жақсы табыс беретін жұмысым да Мгм. барлық мүмкіндік болды, болды. бірақ ол мүмкіндіктің бәрін оңай жолға салып жібердік, және ол мүмкіндікті бағаламадық, және өзімізді өзіміз алдадық біріншіден, иә. Және айналамыздағы жақын адамдарды алдадық. Мейлі ол ата ана болсын, мейлі бауырыңыз болсын, мейлі дос болсын, сіз біріншіден өзіңізді алдадыңыз, екіншіден жақын адамдарыңызды алдадыңыз. және түбінде осы жолға тап болдыңыз. Бірақ енді барынша үміттенеміз, сіз болашақта барлығын орнына келтіріп, кеткен кемістіктің бәрін орнын толтырып, болашақта дұрыс түзу жолмен кәдімгідей отбасын құрып, қарындастарыңызға қамқор болып, анаңызға келін әкеліп, кәдімгідей барлығын бір өмірге адам келген кезде бір өзінің бір аманаты болады ғой. Әрине. Сол жолдың бәрін жүріп, тура жолмен алып шығады деген сенімдеміз. Жақсы ма? Және бос уақыттың бәрін бос өткізуге болмайды. Адамда бос уақыт болады міндетті түрде. Жұмыс жасаса да, мейлі ол басқа жерде жүрсе де, бірақ соның бәрінде адам тек қана жақсы мүмкіндіктерді пайдалана білу керек. Жақсы ойларды. Рахмет көп. Мен үшін осылай уайымдап, бәрін қателігімді өзім де түсіндім, сіздер де келіп түсіндіріп, не істеп жатқандарыңызға бәріне көп рахмет. Бұйырса шығып, сол енді солға, оңға бұрылмай түзу жолға алдағы мақсат. Адаспау керек, иә. Адам өмірге бір-ақ рет келеді, білеміз, иә. Әрине. Білсек те, бірақ мойындамаймыз. Адам өмірге бір-ақ рет келеді, үнемі айтамын. және сол мүмкіндікті, және адамның балалық шағы қайтып келмейді. Жастық шақ деген болады. Сол орта жасқа, сіз енді орта жасқа қарай барасыз, әлі бірақ жассыз. Бірақ соның өзінде де адам өмірге бір-ақ рет келеді. Қай кез болса да, қай момент болса да, мысалы бүгін бізде нешесі? 17-сі. 17-сі, иә, 17 май. Бізде 17 май келесі жылы келеді амандық болса, иә. Бірақ та білеміз 2024 емес ол, 2025 болып келеді. Сондықтан да әр күннің, әр уақыттың адам өмірге келгесін, соны бағалап, кәдімгідей сол уақытпен алға жоспар құра отырып, сол уақытпен әдемі өмір сүруі керек. Тек қана өзі үшін емес, айналасында адамдарға жаңағы өзіне берілген аманаты бар, кәдімгідей жауапкершілігі бар, соны алып шығу керек. Жақсы ма? Үнемі соны жадыңызда ұстаңыз. Сізге әлі де көп мүмкіндіктер туады. Өзіңізге сеніңіз, және сізге де сенетіндей қылып, өмірді ары қарай жалғастырамыз. Жақсы? Болашақ жастарға айтарым мен. Айттым ғой, қолда бар алтын қадірін білу керек. Ата-анаң былай істе, былай істеме деп, олар көрген нәрсесін баласын уайымдағаннан кейін айтады. Біз айттым ғой, жастар, мен жасым келді, өзім өстім, өзім білем, ер азаматпын, тумама қойшы, өзім істеп аламын ғой бәрін, өзім ақша тауып жатырмын, ана жұмысқа барамын. Ондай нәрсені мүлдем сызып тастау керек қой. Ата-ана айтты ма, әр ана, әр ата-ана жағынан шығғаннан кейін баласы түзу болсын, түзу жолда жүрсін, бұрыс кетпесін деп айтады ғой, жағынан ашып. Сол айтарым, ең бірінші өз-өздеріңізді алдамаңыздар, одан кейін ата-ана, дос, мүлдем алдау дейтін нәрсені алып тастау керек қой өмірден. Қандай нәрсе болса да шыныңды айт, ешкім сенің басыңды кесіп алмайды ғой деп. Сол себепті қандай жағдай болмасын, қандай нәрсе болмасын, қой біреудің бірдемесін жоғалтып алсам да, қой біреудің ақшасын алып алып оны қайтара алмай болмай тұрса да, менде қазір болмайды деп шынымды айту керек. Ешқандай алдау дейтін жақсылыққа алып келетін нәрсе емес.